Іштар жұлдызнама белгілерінің рейтингі 12-ші орын балықтар. Іштарлық бойында аздау белгілердің бірі. Өзгелердің қуанышына шын жүректен ортақтаса алады. 11-ші орын су құйғыш. Сирек жағдайда ғана іштарланады. Олар өз жолымен, өз өмірмен жүретіндіктен, іштарлық сияқты бейшара сезімдерге уақытын сырап етпейді. 10-ші орын мерген. Мергендер өзгелердің жетістіктерін өз жетістігі сияқты қабылдай алады, қуана алады. Осынысынан өзгелердің жетістіктерінен мотивация ала біледі. 9-ші орын таразы. Таразылар дүние алма кезек деген ойда. Бүгін бар, ертең жоқ. Таңға алатын түк жоқ деп отыра береді. Деп. 8-ші орын тауешкі. Іштарлығы бар, бірақ олар біреудің өзінен озып бара жатырғанын көрсе, демек мен бір нәрсені дұрыс жасамай жатырмын, одан неге қалып барадырмын деп іштарлығын бәсекелестікке, тәжірибеге айналдырып жібереді. 7-ші орын торпақ. Олар өздеріне нық сенімді, сондықтан сирек жағдайда ғана іштарлыққа салынып жатады. Олар шешім қабылдауды ұзаққа созып жіберетіндіктен, кейбір адамдар олардың алдын орап кетуі мүмкін. Міне сол кезде торпақтардың іші күйгенін көрсеңіздер, енді бұл катастрофа. 6-шы орын егіздер. Біреудің байлығына іштарлықпен қарауға әуес, біреудің дорбасы, біреудің дамбалы өзінен әдемі екенін байқап қалса, есінен адасып жынданып кетуі мүмкін. Қалжың. Олар өз бойындағы плюстерді, жетістіктерді бағалай бермейді, басқалардікін өзінікінен артық көріп тұрады. Осынысынан іштарлыққа жиі бой алдырып қояды егіздер. 5-ші орын бикеш. Әдетте бикештер өзгелерді ойлап бас қатыра бермейді, бірақ біреудің жақсы немесе үздік болғанын көріп қалса, сын айтып, тіпті іштарлық білдіріп қояды біздің бикештер. 4-ші орын тоқты. Ол өзінен күшті, өзінен мықты немесе ауқатты адаммен дос болуы қиын. Өзінен біреудің озғанын қабылдай алмайды. Мазасы қашып, деген сияқты тревога сигнал ұрады. 3-ші орын арыстан. Барлық жерде бірінші екенін сезінсе ғана жаны тыныштық табады. Ал егер біреу озып кетсе, алдыға шығып кетсе, оны құлату үшін барлығын жасап бағады арыстандар. 2-ші орын сіздер де, мен де күткен жоқпын, бұл шаян. Шаяндар іштарлыққа салынса, бұл барлығы үшін қауіпті. Іші күйсе сұмдық ашуланып, өз-өзіне ұқсамай кететіні бар. 1-ші орын саршаян. Біреу өзінен мықты немесе үздік болса, саршаяндар ішіндегі алай-дүлейді жасыра алмайды. Сыртқа шығарып, жағымсыз пікір айтып, тіпті оны түсіру үшін, құлату үшін бәрін жасауы мүмкін. Бірақ бұл жағдай ұзаққа созылмайды. Саршаяндар көбінесе өзін қадірлей біледі, өзінің құнын білетін адамдар, бірақ кейде сондай жағдайға түсіп қалады іштарлыққа. Ол кезде енді олардың айтар сөздері, шашатын улары өте қауіпті.